Баршаларыңызға қайырлы күн, менің сүйікті оқырмандарым. Бүгін мен сіздерге осы таңғы асқа өте дәмді панкектің рецептісімен бөлісетін боламын. Панкектеріміз өте жұмсақ әрі әдемі болып шығады. Егер видео қызықтырса, соңына дейін көруге кеңес беремін. Біз ең алдымен бір жұмыртқамызды ағы мен сарысынан ажыратып аламыз. Енді осы сарысына қант қосамыз, жақсылап араластырамыз. Енді оған сүт құямыз және де 3 қасық сұйық май құямыз. Осы панкектің рецептісін астына описание қалдырып кетемін. Осылай жақсылап араластырып, ұн қосамыз және де 1 қасық сода қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Тағы біраз ұн қосамыз енді. Біздің қамырымыз қою болу керек, сондықтан да тағы біраз ұн қосамыз. Осылай жақсылап араластырамыз. Ал енді ақуызымызды дайындаймыз. Оған біраз лимон қышқылын қосамыз. Жақсылап микстерлейміз. Осылай ағарғанша жақсылап микстерлейміз. Біздің ақуызымыз дайын. Ал енді қамырымызға қосамыз. Осылай қосып жақсылап араластырамыз. Және де осының бәрін қосамыз. Осылай жақсылап араластырамыз. Қамырымыз осындай болу керек. Енді қызып тұрған табамызда пісіріп аламыз. Осыны осылай 1 қасық, ең бірінші 1 қасық құямыз. Және де үстіне тағы да қосамыз. Қамырымыз осындай болады. Осылай беті көпіріп пішқан кезде келесі бетіне аударамыз. Біріншісі екіншісіне қарағанда тезірек піседі. Осылай тағы да қамырымызды құямыз. Және де үстіне тағы да қосамыз. Енді осылай пісіріп аламыз. Енді келесі бетіне аударамыз. Асты үстіне қарағанда негізі тез піседі. Панкектеріміз дайын болды. Мінекей панкектеріміз осылай бөлген кезде өте жұмсақ болады. Егер видео ұнаса, лайк басып коммент жазып кетіңіздер. Менде әлі көптеген видеолар шығады, сондықтан каналға да тіркеліп кетіңіздер.